Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Бір әлем ойлаңыз. Бүкіл денсаулық қызметі және білім алудың тегін болғаны, үкімет адамдарының алғашқы қажеттіліктерін тегін таратқаны, бай және кедей деп бөлінбейтін, халықтың көп бөлігі бірдей жалақы алатын және статус ерекшелігі болмағаны, жастардың болашақта не боламын деп уайымдамайтыны бір әлем. Міне, Куба дәл осындай бір жер. Бұл видеода сіздермен бірге Куба еліне саяхат жасайтын боламыз. Дайын болсаңыз видеоны бастайық. Куба Атлантик мұхитында ақш-тың 150 км оңтүстігінде орналасқан Оңтүстік Америка елі 4000-нан астам аралдардан құралған. 109.884 км² жер көлемімен әлемнің ең үлкен 15-ші, ал Карибтердің ең үлкен аралы. Астанасы Гавана және бұл елдің ең үлкен қаласы. Сырттан қараған кезде адамдардың күліп жүретін, би билейтін адамдарға толы және бақытты ел болып көрінсе де, жарты ғасырдан астам уақыт бойы ақш-тың салған санкцияларымен күресіп келеді. Әлем күн өткен сайын дамып өзгеріп жатса, Куба әрдайым сол күйінше. Бұл елде уақыт тоқтап қалған сияқты. Бұл дүниеге тиесілі болмай қалған басқа дүние және өзіне тән сағат белдеуі уақыты бар сияқты. ақш санкцияларынан кейін Кубадағы уақыт 1960 жылдарда тоқтап қалған, бірақ өмір өте жылдам өтіп жатыр. ЮНЕСКОның зерттеуі бойынша елдің дәл осылай болуы бұл елге өте көп турист келетін елдің біріне айналдырған. Адамдар өткен шақта қалған осы сиқырға толы жерді бұзылып кетпей тұрып көргісі келеді. 62 жыл бойы тәуелсіздігі үшін күрескен бұл ел ақш-қа қарсы сөз сөйлей алатындай құпия күшке ие. Елдегі қазіргі жағдайды айтпай тұрып, бұл елдің тарих туралы сіздерге айтып өтуім керек. Куба коммунист бір партия тарапынан басқарылатын бір партиялы режимге ие. Санаулы социалист елдердің бірі. Бұл елдің жері алғаш рет 1492 жылы Христофер Колумб тарапынан табылды және испандықтардың жері деп белгіленді. 4 ғасыр бойы испандықтарға тәуелді болған ел одан кейін ақш-қа тәуелді болды. Бірақ Куба 1902 жылы өз тәуелсіздігін жариялады. Тәуелсіздігін алған болса да, ақш-тың әсерінен ешқашан құтыла алмады. 1933 жылы ақш тарапынан көтеріліс арқылы Батиста елдің президенті болып жарияланды. Американдық компаниялар Кубаның ауыл шаруашылық жерлерінің 3/2 бөлігіне және кен байлықтарының көп бөлігіне ие болатын. Куба ақш-тың шикізат орталығы және экономикасына күш беретін нарық еді. Америкалық мафиялар бұл елде барлық тақырыпта сөз сөйлеу құқығына ие болатын. Сол кездері Куба әлемде өте жылдан бай бола бастаған елдер арасында еді. Мұның ең үлкен себебі 1919 жылы ақш-та ішімдік ішуге тыйым салынуы және америкалықтардың Кубаға ағып келуі. Америкалық мафиялардың қолындағы түнгі клубтардың, құмар ойнайтын орталықтардың, есірткі сататын жерлердің себебінен елдегі орташа табыс деңгейі әртүрлі болды. Кубаны пешка ретінде қолданатын ақш болса, кубалықтардың айтуы бойынша Куба америкалықтардың күнәға бататын елі еді. Фидель Кастро үшін енді революция жасайтын уақыт келген еді. Оның Че Геварамен 1953 жылы бастаған революциясы 1959 жылы Батистаның құлауымен аяқталды. Революция елдің тағдырын мүлдем өзгертті. Бір күннің ішінде жекеменшік үйлер, жекеменшік жерлер, жекеменшік көліктердің барлығы мемлекеттің қолына өтті. Америкалықтардан қалған дүние халыққа бірдей таратылғаны үшін халық риза болатын. Совет одағының көмегімен бұл елде түрлі көмектер келе бастаған. Революциядан бұрын оқу жазуды халықтың тек қана 10% ғана білетін. 1961 жылы үкімет мектептердің барлығын уақытша жауып, бүкіл мұғалімдер мен студенттерді халыққа оқу жазуды үйрету үшін елдің түкпір-түкпіріне жіберді. Бүгінгі таңда Куба халқының 99,8% оқу және жазуды біледі. Барлық адамдардың қолында үй болу үшін әртүрлі ипотекалық бағдарламалармен барлық адамдар үй иесі бола бастады. Шетел адамдарына Кубадан жер алуға тыйым салынса, жері 4 гектардан көп болған адамдардың артық жерлері алынып, жері жоқ 200 мың ауыл тұрғындарына таратылды. Осы кезде ақш Кубаны түрлі санкциялармен және әскермен қиын жағдайға түсіруге тырысты. Осы себепті 100 мыңдаған кубалық революциядан қашты. 1991 жылы Совет одағы құлағаннан кейін бұл елге келетін көмектердің барлығы тоқтады. Куба сыртқы саясаттың 80%-ын бір күннің ішінде жоғалтқан еді. Экономикасы 60%-ға төмендеді. Адамдарға таралатын азық-түліктер жартыға азайды. Осылайша Куба халқы орташа салмағының 30%-ын жоғалтты. Азық-түлік жетіспеушілігі пайда болды. Елдегі электр тогы күнде 4 сағат бойы өшірілетін. Бірақ әлеуметтік қызметтер ешқашан ақылы болып өзгертілмеді.
Ел экономикасы ұзақ жылдар бойы темекі және қант экспортына тәуелді болды. Экономикасының 80% қант экспортынан болатын. Экономиканы күшейтудің бірден бір жолы туризм деп танылды. Осылайша Куба 1993 жылы өз шекараларын басқа ел азаматтарына ашты. Негізінде туризм ешбір уақыт жоспарланбаған болатын. Тіпті бүкіл қонақ үйлер кубалықтар үшін салынған болатын. Революциямен басталған санкциялар осы күнге дейін жалғасып келеді. Куба ақштың себебінен бүкіл әлем шеттететін бір елге айналған. ақш қазір бүкіл елдерге Кубамен сауда-саттық жасай алмайсың. Сенің кемең егер Кубаға баратын болса, бізге 6 ай кіре алмайды. Бізден алған өніміңді Кубаға сата алмайсың деп өте қатты шарттар қойған. Ал елдің демографиялық жағдайына қарайтын болсақ, Куба халқы Испания, Африка және жергілікті халықтың мәдениеттері араласып кеткен бір мәдениетке ие. Халық саны 11 миллион 320 мың. Ресми мәліметтер бойынша халықтың 63% ақ нәсілді, 27% мулат, 9% қара тәнді, 1% болса азиялықтар. Елдің ресми діні жоқ. Тіпті революциядан кейін бұл ел атеист ел ретінде таныла бастады. Ең көп тараған сенім болса испаниялықтар тарапынан елге алып келінген католик және африкалықтар тарапынан Кубада пайда болған Сантария. Елдегі бір күндік өмірге қарайтын болса, тапшылықтан белгілі бір мөлшерде құтылған ел қазіргі таңда өз мүмкіншіліктерімен өмір сүруде. Адамдар орташа бір айда 30-40 доллар табады. Халықтың жалақысы барлығында бірдей деуге болады. Дәрігер болсаңыз да, даяшы болсаңыз да, жалпы айтқанда бірдей жалақы аласыз. Дәрігерлердің жалақысын айтып өттім. Өйткені бүкіл әлемде дәрігерлер ең көп жалақы алатын кәсіпке ие. Бірақ Кубада дәрігерлер тек қана айына 50 доллар айлық алады. Елдегі адамдардың әлеуметтік статусы барлығы бірдей. Ал адамдар болса өмір сүру үшін қиыншылық көріп жатқан жоқ. Бірақ туристерден көргені арман өміріне де жете алмайды. Халыққа ай сайын ет, су, қант сияқты алғашқы қажеттіліктер және өз-өзіне қарап жүрулері үшін дезодорант, сабын сияқты қажеттіліктері беріледі. Бірақ бұл көрсетілген көмек халық қажеттілігінің тек қана 40%-ын ғана қанағаттандырады. Ашық айтқанда, бұл елдегі адамдар үкімет үшін жұмыс істейді, ал үкіметте халық үшін қолынан келгеннің барлығын жасауға тырысады. Көшелерде үйсіз жүрген ешкім жоқ. Халықтың 90%-ы өз үйінде өмір сүретін болса, үйсіз болғандар үкіметтің берген үйлерінде өмір сүреді. Осылай айтылған кезде ойыңызға жап-жаңа люкс үйлер келмесін. Елдегі барлық үйлер 30-40 жылдық үйлер. Ішіндегі заттарды дәл солай. Үйлердің ішінде кір жуатын машина, мұздатқыш және тағы басқалар сияқты технологиялық өнімдер жоқ. Электр тогы мен судың белгілі бір бөлігін үкімет төлеп береді. Сіздерден бір өтінішім бар. Достар, видеоға қолыңыздан келгенше лайк, қолыңыздан келгенше комментарий жазыңыздар. Алдыңғы видеоларда да сіздерден осындай өтініш сұраған едім, және барлық достарымыз қолынан келгенше қолдау жасап, өте көп комментарийлер жазып, өте көп лайктар басып, қолдауларын көрсетті. Достар, барлығыңызға алғысым шексіз. Осындай қолдауларыңызды әрдайым күтемін, достар. Олай болса, видеоны жалғастырайық. Елдегі адамдардың жағдайлары барлығы бірдей болған үшін адамдардың барлығы бақытты. Бірақ соңғы кездері істер өзгере бастады. 2010 жылы үкімет жеке секторға рұқсат бере бастады. Адамдардың тапқан табысы бірдей болу үшін алғаш рет 1967 жылы салық заңына қол қойылған еді. Қазіргі таңда меншіктердің 20%-ы жеке меншік иелігінде. Жеке меншік дегенде ойыңызға фабрикалар немесе зауыттар келмесін. Көбінесе бұл жерлер кафе және ресторандар. Көпшілігі жеке меншік болса да, барлығы үкіметтің бақылауында. Бұл елдегі адамдар жұмыс істемей рахаттана алмайды. Ай сайын қанша ақша жарататынын жоспарлап өмір сүреді. Барлық адам өмір сүру үшін үкіметтен алған ақшадан бөлек басқа да жұмыс жасау керек. Елдегі егістікке жарамды жерлердің көп бөлігі темекі және сигара жасау үшін, және халықтың көп бөлігі осы іспен айналысады. Жеке меншікке кішкене болса да рұқсат етілуден бұрын көшелерде адамдар заңсыз болса да балмұздақ және газета сататын еді. Кейбір адамдар оңай жолдан ақша табу жолына кіріскен. Барлық елде болатын сияқты. Таксисттер дәрігерлерден көп ақша тапқаны үшін көлігі бар көп адам таксист болған. Осылайша таксисттер бір дәрігердің бір айда тапқан ақшасын бір күнде немесе бірнеше сағатта таба алады. Осындай жағдайлар көбейіп кеткеннен кейін үкімет бақылауды күшейткен. Мысалы, көлігіңізде жат адамды алып жүру бұл елде бір қылмыс болып саналады. Онсыз да елде таксиге халықтың ақшасы жетпейді, тек қана туристер міне алады. Халық бір жерден екінші жерге бару үшін автобустарды пайдаланады. Дәрігерлер, инженерлер және басқа да кәсіп иелері туристерге тиесілі болған секторларда жұмыс істей бастады. 2011 жылға дейін кубалықтардың өздеріне тиесілі жеке мүліктерін алып сатуларына
тыйым салынган болотун. 2011 жылдан баштап үкмет азаматтарына өз үйлерин кафе немесе кыска убакытка жалга берүүгө уруксат этүүдө. Бул үйлерди күндүгүнө 25-50 евро арасында жалга алууга болот. Жагдай осылай болгондон кийин элдеги барлык адамдар туристтерге назар аударып, соларга көмөктөшүүгө тырышады. Жалпак тил менен айтканда, барлыгы туризмчи болгон. Бул элге баргандар Куба халкынын өтө конакжай экенин айтады. 2012-жылга дейин кубалыктардын чет элге чыгууна уруксат этилмеген эди. Ал азыркы таңда тыйым салынган эмес. Бирок адамдардын акчасы болмаганы үчүн чет элге чыга алмайды. Башка элдерге саякатка чыга алмаган халк азыркы таңда Куба менен башка элдер салыштыра алмайды. Ондай пикирлер жок. Будан бөлек Куба сол элде өмүргө келмейтин болсаңыз, Кубанын азаматтыгын бермейди. Башка элдерге кеткен кубалыктар 2 жылда бир рет элдерине кайта оралуу керек. Элде банктер, банкоматтар таанымал эмес. Банк карточкалары болса көп жерде колдонулмайды. Кубанын акча бирлиги 2021-жылдан баштап Куба песосы деп аталады. $1 25 Куба песосуна тең болса, 1 песо 19 Казакстан теңгесине тең. 2021 дедим. Өйткені 20 жыл бою Кубада эки түрлүү акча колдоnuста еді. Осы уақытқа дейін халк арасында Куба песосы колданылса, туристтер кайта өңделүүгө болатын песо колданган. Бір кайта өңделүүгө болатын Куба песосы 25 Куба песосуна тең. Мисалга, автобус үчүн халк Куба песосын колданса, ресторан, кафе, конок үйлерде кайта өңделүүгө болатын песо колданатын. Туристтер колданатын песо себепти бул элде башка Европа элдери сыяктуу өтө кымбат. Себеби 1 евро bir кайта өңдөөгө болатын песоға тең. Куба өз азаматтарына канчалыкты социалист болса, чет элден келген туристтерге де соншалықты капиталист. Азыркы таңда социалист болуп калуунун себеби болса, туризммен турган экономикасынын аркасында. Елдің ресми тили испанча және ағылшын тилин билетин өтө аз адам бар. Елде окууду және жазууду билетин адамдар өтө аз. Себеби адамдардын өзүн окуп дамытууга китаптар және газеталар өтө аз. Елдеги радио, теледидарлар, хабар каналдарынын барлыгы үкметтің басқаруында. Әлемнен біз сияқты хабар бар деп айта алмаймыз. Ал ғаламтор болса шектеулі, әрі өте баяу. Біз қазіргі таңда басымыз иіліп, телефонның ішіне кіріп кете жазайын десек, ал бұл елдің адамдардың барлығын басы тік жүреді. Өйткені 2012 жылға дейін бұл елде ғаламторға кіруге тыйым салынған еді. 2013 жылдан бастап қонақ үйлерде қалған туристер кіре алатын болды. Елдегі мобилді ғаламтор болса 2019 жылы қолданыла бастады. Бірақ 4 гигабайт ғаламтордың $30 сатылғанын ойласақ, бұл бір кубалықтардың бір айлық табысы деген сөз. Үйлерде және жұмыс орындарында ғаламтор қолдану болса 2019 жылы заңдастырылды. Олар осындай экономикаға ие болса да, қалай телефон сатып ала алады деген сұрақ болуы мүмкін сізде. Көптеген кубалықтардың туыстары Америкада өмір сүреді. Сол үшін кубалықтар телефонға жылдар бойы ақша жинамай, тезде қолына ала алады. Кейбір кубалықтар үшін сенімді қосымша табыс көзі осы шет елде өмір сүретін туыстары. Егер мүмкіндік болса, ол адамдар оларға ақша жібере алады. Көшелерде жүрген кезде барлық жерде реклама және танымал ресторандарды көрмейсіз. Елде болған барлық нәрсе осы елге тиесілі. Санкциялардан кейін бұл елде әлі де азық-түлік мәселелері жалғасып жатыр. Үйреншікті болғанымыз, барлық нәрселерді таба алатынымыз маркеттер бұл жерлерде жоқ. Кіші маркеттердің болса өнімдері өте аз, және бір түрдегі өнімдер болады. Елде өнім өндіру болмағандықтан барлық нәрсе импортпен сырттан алынады. Тауар бағаларын үкімет белгілегендігі үшін туристерге әр жерде сауда жасауға рұқсат берілмейді. Бүгінгі таңда бүкіл әлемде барлық жерде болған сауда орталықтары бұл елде 2017 жылы ашылды. Халықтың бюджеті үшін болмаған сауда орталықтары әрине туристер үшін. Туристер үшін болған келесі нәрсе болса қонақ үйлер. Халықтың жұмыстан тыс кезде қонақ үйлерде қалуына тыйым салынған. Онсыз да ақшалары жетпейді. Бүгінгі таңда инвесторларда Кубада қонақ үй салуға рұқсат етілсе де, Кубадағы қонақ үйлердің 51% үкіметтің бақылауында. Қонақ үйді басқарушы кубалық болу шарт, және жұмыс істеушілерде кубалық болуы тиіс. Кубада жұмыс істеушілердің жалақысын үкімет өзі төлейді. Халықтың ең үлкен проблемасы үкімет. Өйткені барлық нәрсеңізді үкіметпен бөлісесіз. Мысалға, мал шаруашылығымен айналысасыз. Егер қойыңыздың бірін сойып жегіңіз келсе, мұны барып үкіметтен рұқсат алып, сосын жасауыңыз керек. Куба деп айтылғанда ақылға ең алғаш болып келетін нәрсе әрине сигара. Бұл елде әлемдегі ең сапалы сигаралар жасалынады. Кезінде ақш президенті Кубаға санкция салмай тұрып, Кубадан сигара сатып алады. Куба ең қауіпсіз елдердің бірі болып саналады.
катаң жазалоо жана бакылоо болгондуктан элде кылмыс деңгээи өтө аз. Элдеги классикалык көлүктөрдүн окуйгасы болсо осулай. Бул көлүктөрдүн көбүсү американдык көлүктөр жана олардын негизги ээлери революция кезинде барлык нерсесин Кубага тастап Америкага кетип калгандар. Санкциялардан кийин бул элде сырттан көлүк кирмейди жана халкта әлі күнгө дейин сол кездеги көлүктөрдү колдонууда. Кубага 1970-жылдардан кейін Совет одағы тарапынан әр түрлі көліктер келе бастады. Бірақ бұл көліктер тек қана үкімет басшыларына және дәрігерлерге ғана берілді. Ел туризмге 1993 жылдан бастап ашылғалы бері бұл көліктер әрі ескі, әрі көп жанамай жағатын себепті қадірсізденген болатын. Туристер келе бастағаннан кейін бұл көліктердің құны арта түсті. Бұл көліктерді сатуға болмайды және атадан қалған мирас. Куба ең жақсы денсаулыққа ие халықтардың бірі. Бұған үлкен себеп болса, санкция себебінен дәрі сатып ала алмағандықтан өз дәрілерін өздері өндіруі. Куба, Венесуэла сияқты кейбір елдерге дәрігер жіберіп, қажет болған өнімдерін алуда. Бір дәрігер шығару өте қиын болғандықтан, дәрігерлердің үкімет рұқсатынсыз елден шығуына болмайды. Бұл ел рак және спид ауруларына қарсы жақсы күресе алады. Рак ауруына қарсы бір дәрі өндіріп шығарды. 2015 жылы анадан балаға өтетін спид ауруына қарсы ем ойлап тапқан бірінші ел болды. Денсаулық бойынша алда болған елдердің бірі Куба. Балаларда болатын паралич және қызмақ ауруларын емдей алатын алғашқы елдердің бірі. Бұл аурулар бұл елде мүлдем жоқ. Куба 1985 жылы менингит B ауруына қарсы вакцина ойлап тапқан тек ел. Бұл вакцина тек қана Кубада бар. Олардың жұмысы танымал болған соншалық, америкалықтар, кубалық дәрігерлер және олардың жұмысы туралы мәлімет жинап келгендерге ақшалай сыйлық уәде еткен. Түрлі санкциялар салған жетпегенде, ақштың кубалық дәрігерлерді аз ақшаға жұмыс істеуге өз елдеріне шақырулары болса өте күлкілі. Сонымен қатар, Кубада туу көрсеткіші де өте төмен. Халықтың тұрып жатқан үйлері болса, аталарынан қалған үй. Себебі үкіметтің жаңа үй салып халыққа беруі экономикалық тараптан өте қиын. Осы себепті отбасылар балаларына үй қалдыра алмағандықтан бір бала өмірге алып келеді, немесе баласыз болуды таңдайды. Жүкті әйелдерге болса, балаларды өсіру туралы курстар беріледі. Бала өмірге келгеннен кейін басқалармен бірге бірде мектепте оқиды. Бүкіл білім беретін орындар үкіметке тиесілі және тегін. Оқушылардың қалам және дәптеріне дейін үкімет алып береді. Музыка халықтың ақы деп санағандықтан концерттер және театрлар тегін. Елге көп турист келген үшін экономикаға соншалықты жақсы болса, бір тараптан халықтың ішкі тыныштығының бұзылуына себеп болады. Куба халқы люкс өмір өздерінде болмағанын көре бастап, аз болса да коммунизмді зерттеп, оған қарсы пікір жүргізуге бастады. Кейбіреулер келешекте бұл елдің капитализмге көшуін айтады. Адамдар өз елінде қалағандай өмір сүре алмағандықтан, бұл адамдардың армандарын олардың алдында туристер орындап жатыр. Бұл армандар жақсы киімдер кию, жақсы көліктерге міну және ресторандарға барып тамақ жеу сияқты бізге қарапайым көрінетін нәрселер. Ал революцияны көрген халықтың бір бөлігі болса, өзгеріске мүлдем қарсы. Фидель Кастро ақшқа қарсы шығуымен құрметке ие болған. Автократтық басқару жүйесімен адам құқығын қорғаушылар тарапынан жек көрілетін бір лидер. Фидель Кастро халық қаһарманы болса да, оның есімі және ескерткіші ешбір жерде жоқ. Ол өзінің атын ешбір жерге қоймауды және ескерткіш орнатпауды өсиет ретінде айтып кеткен. Сонымен бірге Фидель Кастро тарихта ең көп қастандыққа ұшыраған адам. 638 қастандықтан сау аман шығып, Гиннес рекордтар кітабына есімін жаздырған. Бір видеоның да аяғына келдік. Бұл видео ұнаған болса, лайк басу арқылы маған білдіре аласыз. Видеоға комментарий жазып, лайк басып, қолдау көрсете аласыз. Сіздердің комментарияларыңыз, лайктарыңыз біз үшін өте маңызды. Осы жерді басып, Австралия туралы видеоны көре аласыз. Ал мына жерден яһудилер туралы видеоны көре аласыз. Мына жерден де каналға жазылыңыз. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.